қала тұрғындары орталық стадионда қала күнін мерекелеуге арналған өмірлік гала концерт басталды. Дәл осы мерекеде Қызылорда қаласының әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық саяси өмірін өсіп өркендеуіне үлес қосып жүрген бір қатар азаматтарға Қызылорда қаласының құрметті азаматы атағы берілді. Бүгін Қызылорда қаласында бір айдан бері қала күні өтіп жатыр. Барлығымызға, елімізге, халқымызға қала күні құтты болсын, еліміз тыныштық болсын. Алда республика күні келе жатыр. Осы құт береке алып берсін, әрқашанда Қызылордамыз жасай берсін. Шарада елімізге танымал эстрада жұлдыздарымен қатар сыр жұлдыздары да өнер көрсететін болады. Танымал хит әндер орындалып, керемет көрсетілімдерді бірге тамашалайық. Şahinay'ın Kızılorda. Aman olmuşlar. Özellikle işiniz kendine konuştular. Dağıstanız esmet. Концерт өте жоғарғы деңгейде өтіп жатыр. Бізге осы болып жатқан концертті ұйымдастырушыларға барлығына алғыс білдіреміз. Сонымен қатар осы концерттің басты хедлайнер деп айтамыз ба, Қайрат Нұртас, Назима, Райым, әсіресе Мирас Жүгінісов, барлығымыз осы ашық алаңда жиналғанымызға өте қуаныштымыз. Қызылорда туған күнімен. Во-первых, я хочу поздравить с Днем города. Такой прекрасный город Кызылорду. Он мне близкий. Я только что на сцене сказала, что моя мама из Щели. Поэтому я сюда приезжала в детстве, и родственников у меня очень много. Я безумно люблю этот город, безумно люблю эту область. Поэтому я желаю крепкого здоровья нам всем казахстанцам. Будьте счастливы, любимые. Я вас обожаю. Қызылорда, сіздерді туған күндеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Аспандарыңыз ашық болсын, еліңіз аман, жұрттарыңыз тыныш болсын. Сіздерге райымнан сәлем. Бақытты болыңыздар, Қызылорда.